Неге соңғы жылдары тізе буын артрозы көбейіп кетті деп ойланатын сәттер болады. Әсіресе Қазақстанда, әсіресе әйелдер арасында. Бұрынғы апаларымыз ондайды көп естімейтіндей еді, ал қазір әр үйде кем дегенде бір адамның тізесі ауырып жүретінін көресің. Мұның себебі бірнеше жағдайдың қабаттасып, бәрі бірге әсер етуінде. Бұрын халық таңнан кешке дейін қозғалыста болатын, қырда, далада, аулада күннің астында жүретін. Біздің буын соған үйренген еді. Ал қазір көп нәрсе экранның ішінде. Жұмыста, жаңалықта, әңгімеде, телефон мен теледидарға көшті. Міне, бүгінгі өмірде таң атқалы кеш батқанша бір орнынан қозғалмай отыратын күндер көбейіп кетті. Қозғалыс азайған сайын бұлшық ет баяулап, буынның айналасындағы қорғаныс та әлсірейді. Күннің көзін аз көретін болдық, Д витамині төмендейді. Бұл дәрумен жетпесе сүйек те, шеміршек те әлсірейді. Жылдар бойы осылай баяу